Сәлем балақайлар. Бүгін мен сендерге ақ ниет пен қара ниет туралы ертегіні оқып бермекшімін. Мұқият тыңдай қойыңдар. Ертеде ақ ниет пен қара ниет жолдас болыпты. Бір күні азық түліктерін жаптап алып, екеуі ұзақ сапарға шығады. Бірнеше апта өткеннен кейін қара ниет былай дейді: азығым таусылып қалды, деп ақ ниеттен тамақ сұрапты. Өле жегенше бөле жейік, менің азығым таусылғанша діттеген елдің шетіне ілгерміз, деп ақ ниет азығын аямай беріпті. Бір адамның өзі үшін әзірлеген азығын екі адам жеген соң қашанға жетуші еді? Көп ұзамай ақ ниеттің де азығы таусылады. Қоржынның түбін қағып, екеуі бөліп жейді де келесі күні аш жүреді. Одан кейінгі күні ақ ниет серігі қара ниеттің өз алдына тамақ жеп отырғанын көреді. Сөйтсе, ол тамағым таусылды деп өтірік айтқан екен. Өзінің азығын кейінге қалдырған екен. Менің азығымды бөліп жеп едік қой, маған бер, деп ойлаған ақ ниет дәме қылады. Бірақ қара ниет міз бақпастан теріс қарап отырады да азығын жалғыз өзі жейді. Осылайша бірнеше күн өтеді. Ақ ниет ішегі шұрылдап, қатты ашығады. Өзегі талып, көзі қарауытады, буыны босап жүре алмастай халге жетеді. Сол кезде ақ ниет: не алсаң да бір тойғызшы, деп қара ниетке жалынады. Сонда қара ниет: бір көзіңді ойып берсең, бір тойғызайын, деген шарт қояды. Көзін ашса, аштан өледі, басқа шара жоқ. Ақ ниет бұл шартқа көнеді. Бір тойғаны не болушы еді? Сол заманда аман қалғанымен, келесі күні тағы қарны ашып шығады. Тісінің түбін сорады, аузының сілекейін жұтады. Бұл бере қоймайды. Амалсыздан тағы да қара ниетке жалынады. Тағы да қара ниеттің шартына көніп, екінші көзін ойып береді. Сонан соң мұны қара ниет ен далаға тастап, өзі озып кетіп қалады. Ақ ниет енді азықты қойып, жарық дүниені көруге зар болады. Жарқырай жайнаған күндіз оған қара түн зар еңіреп жылайды. Осылайша жылап отырғанда, сырт жағынан сылдырлатып келе жатқан жаяу адамның аяқ дыбысы естіледі. Сол кезде: аш көзіңді, деп ақырып біреу қасына жетіп келеді. Ақ ниет көзін ашып қалса, дүние жарқ ете түседі. Айнала жап-жарық. Көзі сау қалпына келген екен. Бірақ әлгі дауыстаған адам көзге түспей ғайып болады. Көзінің жазылғанына қуанған ақ ниет төңірегіне барлай көз жүгіртеді. Сонадайдан аса сәулетті көпір көрінеді. Мына құлаздаған иен далада қаңғығанша сол көпірге барып, өзен бойына түсейін де суына сусындап жатайын, деп ойлап, солай бет бұрады. Көпірге жеткен соң, өзен бойына сонда сусындап алып, көпірдің астына барып жатса, көзі ілініп кетеді. Түн ортасы ауған кезде тосын дүбірден оянады. Байқаса, көпірдің үстінде арыстан, қасқыр және түлкі үшеуі дауласып кеңес құрып отырады.
Арыстан қасқырдан: «Ей Қасеке, неге жүдеп кеткенсің?» деп сұрайды. «Ай, Асеке-ай, қойлы байдың тайыншадай бір төбеті бар. Қой жейін десем, не күндіз не түнде маңайлатпайды», депті қасқыр. «Аш болған соң мен жүдемей кім жүдейді? Сол төбеттің өті ем екенін ешкім білмейді. Мына патшаның өлгелі жатқан қызына сол төбеттің өтін езіп ішкізсе, ем қонбай асқынған дертіне ем болар еді». Оны біз істей алмаймыз», деп өкіне ыңыранады арыстан. Сонан соң түлкіге мойын бұрады. «Түлкіжан, түгің күмістей жылт-жылт етеді. Сен қалай семіріп алғансың?» «Мен бір жылан патшасының алтынын күзетемін. Күндіз алтынды күнге қақтап кептіремін де, түнде қоймасына апарып қойып тыныш жатамын. Ұйқым қанық, жұмысым жеңіл, жан қиналмайды. Жайлы тіршілік жанды семіртеді екен». Көпірдің астында жатқан Ақниет бұл сөздерді естіп көкейіне тоқиды. Таң атпастан түлкінің алтынды қақтайтын жеріне барып, бір нан тастың түбіне жасыранады. Түлкі алтынды жер астындағы қоймадан тасып, шығарып, тегіс күнге жайып болған кезде Ақниет «Айт!» деп даусымен айқай салады. «Ит келіп қалған екен!» деп шошыған түлкі алтынды тастай салып, жан сауғалап безіп кетеді. Ақниет далада иесіз қалған алтынды жинап алып, қабаған қара иті бар байдың үйіне барады да, алтын беріп қара төбетін сатып алады. Сонан соң оны сойып, өтін күнге кептіреді де, қалтасына салып кетіп қалады. Сол бетімен қызы ауырып жатқан патшаға барады. Патшаның ойнатпаған бақсысы, емдетпеген емшісі қалмаған екен. Ақыры күдер үзген сыңайы байқалады. Бірде-бірінен ем қонбапты. Патшаның алдына барып сәлемдескен соң, «Қызыңды емдеп жазсам, не бересің?» деп сұрайды. Патша елең ете құлақ түреді. «Қалағаныңды ал. Қалауым қызыңның өз басы», дейді Ақниет. Патша қызымның жаны қалса да үлкен олжа ғой деп ойлап бұл шартқа келіседі. Ақниет қасқырдың айтуы бойынша кептірілген иттің өтін езеді де қызға ішкізеді. Қыз маңдайы тершіп манаурап ұйықтап кетеді. Сөйтіп, бір-екі күннен кейін басын көтеріп жүре бастайды да, ақыры құлан таза айығып кетеді. Содан кейін патша сөзін жұтпай, уәдесінде тұрып, 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, қызын Ақниетке қосады. Басына отау тігіп беріп шығарады. Атасы айдатқан үйірлі жылқы мен қоралы қойға өрісі толады. Бала сүйіп отауында перзенттің күлкісі сақылдайды. Малы мен басы жыл сайын өсіп, байлығы шалқиды. Сөйтіп, бақытты өмір кеше береді. Осылайша жырғап жүргенде бір күні оған әлгі қара ниет серігі кездеседі. Ол тым жүдеу көрінеді. Әлі күнге жұтқаны жұмыршағына жұқпай, етегі тартса тақымына жетпей жүрген күйі екен. Ақниет оның зұлымдығын бетіне басып табаламайды. Қайта оны үйіне қонаққа шақырады. Қойын сойып, сый-сияпатты көрсетеді. Екеуі оңаша отырып ұзақ әңгімелеседі. Ақниет серігінен бөлініп қалғаннан кейін басынан кешкендерін жіпке тізгендей түгел айтып береді. Бұл оқиғаны естіген қара ниет іштей
мен де солай істеп көрейін деген ой шегеді. Ақниеттің ауылынан аттанғаннан кейін Қараниет ойына алған мақсатын орындау үшін Ақниет айтқан көпірге барады. Өзеннің жағасында суға шомылады. Күн бата көпірдің астына барып жатады. Түн ортасы ауған кезде арыстан, қасқыр, түлкі үшеуі көпірдің үстінде кездеседі. Сол кезде түлкі кеңсірігімді адамның қоңырсық иісі жарып барады деп тұмсығын көкке көтереді. Айналаны тіміскілеп иіскейді. Түлкіге қосыла төңіректі иіски бастаған арыстан мен қасқырдың тұмсығына да Қараниеттің иісі шалынады. Үшеуі көпірдің үстінен қарғып жерге түседі де Қараниетті жатқан жерінде бас салып талап жеп алады. Адалдық арымайды, жамандық жарымайды. Қудың құйрығы бір-ақ тұтам деген сөз осыдан қалған екен. Ал балалар, осымен ертегіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.